Құрметті ханымдар, енді мен сіздерге картошка фридің өте оңай және дәмді болатын рецептімен бөліскім келіп тұр. Ол үшін картопты жуып, тазалап, оны жолақша етіп тураймыз. Оны ыдысқа салып, үстіне суды құйып, 15 минутқа қалдырамыз. 15 минут өткеннен кейін суды төгіп тастап, үстіне енді қайнаған ыстық суды құйып қоямыз да 15 минутқа қалдырамыз. Ал енді сместі дайындап аламыз. Ол үшін 100 мл айран, 3 жұмыртқа, 1 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық тұз, 2 шай қасық паприка және де 3 ас қасық крахмал керек болады. Ал енді осы дайын смесінің үстіне картофель фриді саламыз да, жақсылап тұрып араластырамыз. Одан кейін майымызды жақсылап тұрып қыздырып алғаннан кейін фрейімізді әдемілеп тұрып қуырып аламыз. Өте дәмді және оңай жасалатын фрейіміз дайын болды. Ас болсын. Тағы да көптеген рецепттер керек болса, каналыма тіркеліп алыңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар, комментарий жазыңыздар. Рахмет.